Облыс орталығының мектептерінде жалпы ұлттық ата-аналар жиналыстары ұйымдастырылды. Дәстүрге айналған шарада осы жолы білім жүйесі туралы сөз қозғалды. Нақтырақ айтқанда, оқу үдерісіндегі сандық технологиялар. Жиналыста смарт мектеп жобасы таныстырылды. 3 модульден тұратын жүйеге e-асхана, e-кітапхана және скут технологиясы енді. Білімді ұрпақ тәрбиелеудің ата-аналар мен мектептің тығыз байланысында өтуі биік нәтижеге жеткізеді. Бүгінгі таңда балалардың сапалы білім алып, бәсекеге қабілетті, болашақтарын жарқын болу үшін жаңартылған мазмұнмен бірге сандық технологияларды енгізген мектептердің бірі болып саналады. E-асхана балалардың тамақтануын бақылауға арналған жүйе. Оқушылар ата-аналары арнайы картаға түскен ақшамен төлеп тамақтанады. Автоматтандырылған жүйені балалар браслет пен чип картасы арқылы жүзеге асырады. Ата-аналар өздерінің балаларының үйде оралуын, аман-есен бәрін хабарлама арқылы біліп отырады. Ата-аналар асхананың да мәселесі көтерілді. Асханада баласының дұрыс тамақтануы және де ол тамаққа дұрыс өзінің қаражатын жұмсауы баланың өмірге деген жаңа талапқа үйренуіне көп көмегін тигізетініне көздері жетті. Ал смарт кітапхана электронды жүйе арқылы кітаптардың берілу үрдісін қадағалауға мүмкіндік береді. Осылайша қызметкерлер қағазбастылықтан арылып, заман ағымына сай жұмыс істей алады. Бүгінде классикалық гимназияның кітап қоры 16 мыңнан асады. Жоспар бойынша барлық оқу әдістемелер мен әдебиеттер келер оқу жылының алдында енгізілмек. Скут жүйесі мектеп үшін жаңашылдық. Оның арқасында ата-аналар өз балаларының мектепке қай уақытта келгенін және нешеде сабақтан шыққанын біле алады. Менің ойымша өте қажет нәрсе. Біріншіден баланың қауіпсіздігіне. Бала қашан кірді ма, жоқ па, шықты ма мектептен жоқ. Екіншіден кеше жасаған презентацияда түсіндіріп берді бізге келешекте асханада төлеп отыруға болады, кітапханадан кітап табуға болады. Ол бәрі жақсы ата-аналарға жеңілдік келешекте болатын нәрсе. Әзірге смарт мектеп жобасы классикалық гимназияда жүзеге асып жатыр. Алдағы уақытта тың жүйені өзге мектептерге енгізу жоспарда бар.